Бүгін көпшілікті мезеткен ауыздағы жағымсыз иіске жақсы көмектесетін бір әдіспен бөлісемін. Ауыздағы жағымсыз иіс қазір көпшіліктің мәселесі десем де болады. Өйткені ауыздағы жағымсыз иіс өзіңізге байқалмағанмен айналаңыздағыларға байқалып жатады. Сондықтан сізді ыңғайсыз жағдайға туындатып жатады. Ауыздағы жағымсыз иіс көбінесе ауыздағы бактериялардан болып жатады. Одан бөлек тістің зақымдануы, яғни тістің емделмеуі, тамақтардың қалдықтары тұрып қалып оның тазаланбағаны және де ішкі ағзадағы, яғни көбінесе асқазан ауруларынан да шығып жатады. Енді қазір бактерияны азайтуға көмектесетін керемет әдісті бөлісемін. Одан бөлек тісіңіз егер зақымданған болса, дәрігерге барып қаралуға кеңес етемін, ол міндетті. Және де күніне 2 мезгіл бір тіс жуған кезде 2 минуттай ұзақ жуу керек. Және де тіске арналған жіптермен араларын тазалауға кеңес етемін. Мүмкіндік болса, әр тамақтан кейін ауызды тұзды сумен бір шайып жіберсеңіз тіптен керемет. Өйткені ол ауыздағы қалып қалған қалдықтарды жақсы кетіреді, ал именно сол қалып қалған қалдықтар бізде жағымсыз иіс туындырып жатады. Тісіңізді уақытылы емдетіп отырсаңыз, ауыздағы жағымсыз иістің азаюына ол да жақсы көмектеседі. Ал енді ауыздағы бактерияларды кетіруге көмектесетін керемет әдіспен бөлісейін. Бізге кокос майы қажет болады. Кокос майы антибактериалды қасиетке ие. Ол ауыздағы сізге ағымсыз иіс туындырып тұрған бактерияларды кетіріп, налет дейді, тұрып қалған тілдегі қақтарды кетіруге және де тісіңізді ағартуға көмектеседі. Жай ғана бізге осындай тазартылмаған кокос майы қажет болады. Ол аптекаларда сатылады. Ол бастапқы кезде аппақ қатты күйде болады. Кішкене жылы жерде осындай сұйық болу керек, тазасы. Содан бір ас қасықтай аламыз таңғы уақытта, және де аузымызға салып 10-15 минуттай жүреміз. Сосын шайып тіліңізді қасықпен немесе щеткамен кішкене қырып налетін алуға кеңес етемін. Соны күнделікті жасасаңыздар, ауыздағы бактериялар кетіп, тістеріңіз ағаратын болады. Курс 1 айды қамтиды. 1 айдан кейін керемет нәтижеге жететін боласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.